Саламатсыздар оқушылар. 3-ші сынып қазақ тілі. Бүгінгі өтетін жаңа сабағымыз сөз және оның құрамы. Сабақтың мақсаты мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Берілген тақырып сұрақ бойынша түрлі дерек көздерден алынған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтау. Ал енді оқушылар, бүгінгі жаңа сабақты түсіну үшін бейнероликке назар аударайық. Ай мектеп. Дана, сен не істеп отырсың? Аға, біз бүгін сөздің құрамы туралы оқыдық. Сөз дыбыстардан ғана емес, мынадай бөлшектерден де тұрады екен. Мынаны түбір, ал мынаны қосымша дейміз. Аға, мына сөзде кіт деген түбір бола ма? Айтшы, ал сен басқа сөздердің түбірлерін қалай тапқан едің? Олар әрі қарай бөлуге болмайтын бөлшектер. Дұрыс айтасың. Тек сен мынаны ұмытпа. Түбірді бөлсең, мағынасы болмай қалады. Мағынасы бар бөлшек екен ғой. Ал кіт десек, мағына жоқ. Ендеше түбірі кітап. Ал енді түбір мен қосымшаларды орындарына қойып шық. Кітапты жыртпа. Кітап біздің досымыз. Міне, жазадым. Керемет, Дана. Ал оқушылар, біз жаңа бүгінгі сабаққа байланысты бейнеролик тамашаладық. Осы тамашалаған бейнероликте не түсіндік? Мына сұрақ жауап арқылы пысықтап жіберейік. Сөз құрамына не жатады? Қосымша дегеніміз не? Жұрнақ қандай қызмет атқарады? Жалғаудың қызметі қандай? Дұрыс айтасыздар оқушылар. Сөз құрамы түбір және қосымшадан тұрады екен. Түбір дегеніміз сөздің әрі қарай бөлшектеуге келмейтін лексикалық мағынасын сақтайтын негізгі бөлігі. Ал қосымша дегеніміз екіге бөлінеді: жұрнақ және жалғау. Сөздің мағынасын өзгертетін қосымшаны жұрнақ дейміз. Ал сөзбен сөзді байланыстыратын қосымшаны жалғау дейміз. Ендеше оқушылар, мәтінмен жұмыс жасаймыз. Біздің оқулығымыздағы 105-ші беттегі 26-шы жаттығуға назар аударайық. Мәтіннің тақырыбы елтаңба мен ту туралы аңыз. Осы мәтінді бәріміз мұқият оқып шығамыз. Ал енді оқушылар, 26-шы жаттығуды бәріміз мұқият оқып болсақ, тапсырмаға кезек берейік. Бірінші тапсырма. Мәтіндегі қарамен берілген сөздерді сөз құрамына талдайық. Ендеше қарамен жазылған сөздерді атап өтейікші. Заманда, ерлер, игіліктің, мәңгілік. Енді осы сөздерді сөз құрамына талдаймыз. Заманда. Заман түбір, да бұған жалғанып тұрған жалғау. Ерлер, ер түбір, лер жалғау. Игіліктің, игілік түбір, тің жалғау. Мәңгілік, мәңгі түбір, лік жалғау. Жақсы оқушылар, екінші тапсырмаға назар аударайық. Мәтіндегі нақыл сөздерді теріп жаз. Мәтінде қандай нақыл сөздер бар, балалар? Дұрыс айтасыздар. Отан, оттан да ыстық. Туған жер тұғырың. Туған ел қыдырың. Ынтымақ түбі игілік. Оқушылар, осы мәтін бойынша қай сөздер түсініксіз болды бізге? Сөздікпен жұмыс жасап жүрейік. Көне, пырақ, айбар,
игілік. Ал енді оқушылар, көне сөзі ескі деген мағынаны білдіреді. Пырақ, қанатты тұлпар деген болса, айбарлы, мықты, батыл, ержүрек. Игілік, ынтымақ, бірлік, татулық деген мағынаны білдіреді. Оқушылар, бізде келесі 27-ші жаттығу. Өлеңді көркем жаз. Елім менің жерге бай, айдынды шалқар, көлге бай. Бізде берілген осы өлеңді жазу каллиграфиясы арқылы әдемі жазу және мәтінді сөз құрамына талдай отырып, түбір мен қосымшасын ажыратып, белгісін қойып өтеміз. Миға шабуыл жасау үшін шығармашылық үзіліс алайық. Соңғы сөздерді мағынасына қарай өлең құрастыр. Бізде торғайды, қорғайды, ойнаймыз, ойлаймыз деген бірнеше етістік берілген. Осы етістіктерді пайдалана отырып, шағын өлең жолын құрастырамыз. Ал енді оқушылар, бүгінгі сабақтың ережесін еске түсіру үшін бағана көрген бейнероликтің жалғасын тамашалайық. Қайталайық. Түбір мен қосымша. Сөздің одан әрі бөлінбейтін мағынасы бар бөлшегін түбір дейміз. Мысалы, кітап. Түбірге жалғанған бөлшекті қосымша дейміз. Мысалы, кітапты. Сонымен бүгінгі сабақты қорытындылаймыз. Ол үшін бізге берілген кестеге назар аударайық. Кестеде бірнеше сөздер берілген. Жүзгішті, көлшік, достықпен, мектепте. Енді осы бірінші сөзді сөз құрамына талдап өтемін. Жүзгішті жүз түбір, гіш жұрнақ, ті жалғау. Оқушылар, үйге тапсырма аламыз. 28-ші жаттығу. Сөздерді оқып, түбірін тап және ереже жаттау. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Хош, сау болыңыздар.